Қайырлы күн баршаңызға. Булочки дайындаймыз. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді, әрі өте жұмсақ, арасы қуыс болып пісетін булочки дайындаймыз. Ең бірінші біз керекті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Үлкен ыдысқа жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз, қантымыз ерігенше. Үстіне ванильный сахар немесе ванилинді салып араластырамыз. Ары қарай сүтімізді саламыз, дрожжымызды салып жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды салып отырып, қолымызға сәл жабысатындай етіп, ұнымызды салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған 40 грамм майымызды немесе маргаринімізді дастарханға жайып, жаңағы дайын болған тестамызды үстінен жағып отырып илейміз. Майымыз толық тестаға енгеннен кейін үлкен ыдысымызға тестамызды қоямыз көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін пісіретін табамызға 12 бөлікке бөліп дайындап аламыз. 12 бөлікке бөлгеннен кейін әр бөлігін жайып, неше түрлі начинка қосып, мен вареный сгущенка пайдаландым. Неше түрлі творог пайдалансаңыз болады, джем пайдалансаңыз болады. Өз қалауларыңызда пайдаланып, булочкаларды неше түрлі формада кесіп дайындап, жаңағы пісіретін табамызға астына пергамент салып орналастырамыз. Бетін жауып жылы жерге жарты сағат не 1 сағатқа тағы да қоямыз. Ол жақсылап көтеріледі. Өзінің формасынан 2 есе болып көтерілгеннен кейін ғана біз бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, бетіне кунжут немесе макты сеуіп, пешімізге салуымызға болады. Әркімнің пеші әртүрлі пісіретін болғандықтан пештеріңізге қарайсыздар, беті қызарған кезде дайын болды деген сөз. Мен 200 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алдым. Дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі өте жұмсақ болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.